Содан бұл балалар көрген сол видеодан. Содан кейін осылай тұйық сөйлемейді, жыламайды, әзер жеткізіп отыр өз ойларын. Сол үшін біз сөйлеп тұрмыз. Мен осы кісілер қатысып болғалы бері документтерін жүгіріп бірлестірдік. Бұл мамалары мен папаларының атында общий 12 миллион кредит бар екен. Банкта бұл кредиттің барлығы просрочкада екен. Банк үйді тартып аламыз деп жатыр. Біз енді кішкене 40 күн өткен күте тұрыңыздар деп просить еттік банкты. Енді 40 күн өтіп банк үйді тартып алса, бұл балалардың баратын жері жоқ. Балалар жыламай жатыр. Осы барлық фото, видеоларды көргеннен осындай тұйық болып қалды. Мұнда құр сүйек қалған фото бар. Сондықтан балалар осындай тұйық болып тұр. Осы әке-шешемнің бірдей өмірден озғаны біз үшін қатты қиын болды. Бізде енді туысқандарымыздың өзінің үйлері бар деген сияқты. Біздің арқа сүйер ешкіміміз қалған жоқ. Сондықтан осы үйді де біз мысалы кредитке алған ата-анамыз. Осы үй менің анамның атында болған. Енді 6 айдан кейін осы үй сол қарыздармен қоса 12 миллион қарыздармен қоса ағамның атына өтеді. Ағам сол әскерден келгеніне бір ай болды жұмысқа кіргеніне. Өзіңді ойламаса да мына үшеуін ойлаш, ақылың көп. Түсіндіріп бер. Сен алдында сұрап жүрдің ғой бізде мамалардың қарызы қанша екен деп. Осындай балалар тұйық, ертең банк үйді тартып алып кетсе, бұлар өздерінің праваларын да айта алмайды, төлей де алмайды. Балалардың барлығы тұйық, сөйлемейді, не өйстіп сұрап аламыз сөздерін барлығын. Ата-анамның атында 12 миллион кредит бар. Осы үйде сол кредитті мен ол кредиттен төлеуге шамам жетпейді. Үйді босатыңдар деп келе жатса, үйді босатып беремін. Ата-ананың алдында қарыз болмас үшін. Егер де бізге осы үйді босатыңдар деп жатса, үйді босатып беруге дайынбыз. Бұл дүниеде ата-анамның сұрағы жеңіл болу үшін біз осы үйді босатып беруге дайынбыз. Сол күні мен ата-анамды соңғы рет көретінін білген жоқпын. Егер де білсем, екеуін құшағыма басып жүрем десем. Кінәлілер жағы келген жоқ, кешірім сұраған жоқ. Біз сотқа барған кезде мало доказательств деп айтты, тура солай айтты. Тура соққан жеріндегі видеосы болса көрсетілер деп айтты. Ондай видео жоқ. Ешкім енді авария болатын біліп түсіріп келе жатпайды телефонына. Болғаннан кейін машина өртеніп жатқан видео бар, соққан свидетельдер бар, бірақ әңгіме шешілген жоқ. Сүйегіне кіргізген жоқпыз, көргенде жоқпыз. Артында қалған 4 баласы, соған қорқамыз енді бәріміз де. Не болады арттарынан? Үйлерін алып қоямыз дейді. Арттарда кредиттер бар, соларды бабыл балалар қалай көтереді? Көтере алмайды ешқайсысы да. Бұл оқиды, ана қыз оқиды, үлкен қыз ол медицина студент, ол да жыл сайын төлейтін ақшалары бар. Жалғыз өздері ғана көтеріп отырған бар нәрсесін. Мына ауылға өтетін болса, вообще ғой, қалай төлейді өз жалғасы, артына ерген 4-3 бауырын асырай ма, әлде кредит төлей ма? Жанып кеткен мәшинеде, ол да кредитте тұрған. Содан қорқамыз. Асыраушысы біреу болғанда ғой, бұл үйде екеуі бірге кетіп отыр ғой. Қаққан адамдар ташып келмейді ғой, арттарынан біреуде. Әлемдердің жаратушысы, барлық нәрсені жоқтан бар еткен, барлық нәрсені жаратуға құдірет жететін Алла Тағала. Барлық нәрсені жоқтан бар еткен, барлық нәрсені жаратуға құдіреті жететін Алла Тағала. Сен сондай ұлысың.
және де асан